Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видеода сіздерге жоқтан бар жасаған адамдарды көрсететін боламын. Егер де ұлы дүниелерді жасау үшін көп ақша керек болады десеңіздер, онда сіздер қателесесіздер. Оны бүгінгі видеодағы адамдардың дәлелдейтін болады. Видео басталмай тұрып сіздерге екінші каналымда жарнамалай кетейін. Бұл каналымда өте мағыналы видеолар шығатын болады. Сілтемесі төменде. Алғашқы көрермен болып көре кетіңіздер. Godwin UC 21 ғасырда телефон біздің ең керекті құралымыздың біріне айналды. Ол арқылы неше түрлі қызықты видеолар, кинолар көруге болады. Сонымен қатар мықты камерасының арқасында суретке, видеоға түсіруге болады. Мұнымен қоймай нағыз киноны түсіруге болады екен. Godwin және оның інісі мен қарындастары 3 жылдан бері кино түсірумен айналысып келе жатыр. Оларға кино түсіру үшін $1000 камера сатып алудың қажеті жоқ. Телефон және жасыл жапқыш күнделікті өмірде пайдаланатын заттарды пайдалана отырып, нағыз кино студиядағыдай кино түсіреді. Қалғаны ноутбук арқылы жасалынады. Жігіттердің айтуынша ноутбукпен монтаж жасауды интернеттен үйренген. Видеоның ұзақтығы 10 минут. Интернет желісі бұл елде нашар болғандықтан одан ұзақ қылып жасамайды екен. Өйткені одан ұзақ қылып жасайтын болса, интернетке дұрыс жүктелмейді. Godwin және оның інісі мен қарындастарының видеосына Нолливудтағы продюсер қызыққан. Нолливуд дегеніміз Нигерияда енді өркендеп келе жатқан кино индустрия. Godwin видеоны интернетке салған, видео таралып кеткен. Сол арқылы Нолливудтың продюсері көрген екен. Осы интернеттің арқасында жігіттер $6000 құрылғылар сатып алған. Нолливуд әлем бойынша кино түсіру саны бойынша 2-ші орында, ал 1-ші орында индиялық Болливуд дейтін кино индустрия. Бұл жігіттер осылайша жалғастыра беретін болса, болашақта танымал жұлдыздардың біріне айналатынына сенімдімін. Джон Махеравангай, Кения әлемдегі енді дамып жатқан мемлекеттердің біріне жатады. Қазіргі дамыған заманда бұл елдің адамдарына біздің күнделікті пайдаланып жүрген заттарымыз арман деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Өйткені бұл елдің астанасы Найроби қаласында да көп бөлігінде жарықтар орналаспаған. Бұл елдегі адамдар кеш батса керосинді пайдаланады. Керосин қымбат қана болып қоймай, адам денсаулығына өте зиянды. Джон Махеравангай Кениядағы кішкене қалашықтың бірінде тұратын. Бұл қалашықтағы адамдар жарықты өте қатты армандайтын. Джонның өзі керосинді алып қайту үшін 3 километр жол жүреді. Ол бұның бәрін өзгертпекші болады. Бұл оқиға 10 шақты жыл бұрын болған оқиға еді. Джон жарық қалай пайда болатыны жайлы ақпарат іздей бастады. Бір күні ағасының велосипедіне жарықшам орнатқан кезде жарық пайда болғанын көреді. Енді бұл затты үлкенірек затқа орнатса не болады? Одан үлкенірек энергия беретін затты табу керек болды. Бір күні Джон ағып жатқан өзенді көреді. Оған генератор орнатып, қасына одан энергия алатын батареялар орнатады. Соның арқасында жақын орналасқан 25 үйге қазір жарық орнатылған. Видеоны соңына дейін көргеніңізге сізге көп-көп рахмет. Сізге көп-көп рахмет. Егер де бүгінгі видео ұнаса, төмендегі поделиться кнопкасын басып, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Және каналға жазылып, қасында қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.